Түркістан Дендра саябағындағы мәңгілік жасыл ағаштар қурап сарғайып жатыр. Әлеуметтік желіде қала тұрғындарының алаңдаушылығын тудырған мәселеге ғалымдар нендей пікір білдіреді? Саябақтағы шыршалардың қурауына ауа райының қатысы бар ма? Толығырақ келесі бейнематериалда. Саябақтағы қылқан жапырақты ағаштардың сарғаюына алаңдағандардың бірі қала тұрғыны Ғани Темірәліұлы. Ол әлеуметтік желі арқылы мәселенің өзекті екендігіне тоқталып, көшеттердің күтіміне көңілі толмайтындығын жеткізді. Соңғы 1-2 жылдың ішінде қураған өте ағаштар байқалады. Оның себептері мен өзім түсінбеймін. Бұған жақсы күтім керек деп ойлаймын. Суды да дұрыстап қою керек. Ал биолог мамандар ағаш бұталарының қурауы ауа райының құбылмалығынан дейді. Оңтүстік аймақта кейде қаңтардың ортасында күн райы 10 градусқа жылғанда жапырақ жасушалар оянады. Күн қайта суығанда бұтақтар қурап кетеді екен. Оның үстіне биыл Түркістанда қыс ерекше суық болды. Мұндай жағдай тек Түркістанда ғана емес, сондай-ақ Шымкент пен Өзбекстанның астанасы Ташкент қалаларында да болғандығын айтады. Бұған не істеу керек? Біріншіден, мына күз кезінде мынау қылқан жапырақтылардың тамырлары әбден қатып қалмас үшін және о жердегі жиналған ылғал буланып ұшып кетпес үшін біріншіден мульча жасау керек. Мульчаны мынау ағаштың жаңқаларынан жасалынады. Ғалымның айтуынша, саябақтағы ағаштардың бұтағы қурағанымен тамыры тірі, тиісті күтім жасалса, әлі-ақ жайқалып шыға келеді. Қазір аймақтағы ағаштарды күтіп баптау мен уақытылы суғару жұмыстары Түркістан қаласының дендролог мамандарының қатаң бақылауында. Бағдәулет Анарбай, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.